Сәлеметсіздер ма, құрметті көпшілік? Қалайсыздар, аман есесіздер ма? Сіздермен тағы бір бөліскім келіп отырған бір тақырып. 60-тан асқанда мен бір жақсы ақынды енді түсіне бастадым. Ол барлықтарыңыз білесіздер, әсіресе қыз келіншектер. Фариза Оңғарсынова апамыз. Жүзі суық болғанмен жүрегі кең, нәзік, жылы адам екен. Өлеңдерінен ғана ұқтым ғой. Бұрында білетінбіз ғой. Оқығанбыз кейбір өлеңдерін, махаббат жайлы өлеңдерін көбетін. Кейінгі жылдары депутат болып сайланған, парламентке жылдары жазған өлеңдері де бар екен. Ол өлеңдері әлі күнге дейін өзінің өміршеңділігін, қажет екендігін әлі де болса жоғалтпаған екен. Таң қалып отырмын, қандай дөп сөздермен жазған, намысшыл, өзін өзін қайрайтын, адалдыққа сондай дос, арамдыққа қаны қас екен. Қазақта мақал бар ғой. Адамды сөзінен таны, ұрыны көзінен таны, сөзі қисықтың өзі қисық деп. Біз білмейді екенбіз. Білген нәрселерімді сіздермен бөлісуге асықтым. Өз жайлы бір-екі ауыз қысқа-қысқана жазады екен. Жұрт мені қатал дейді. Найзағайдай мінезі шатырлаған. Біреулер айтады ақыл маған. Үркекірек тәкаппар менсінген ұнатпайды дәл мұндай ақынды адам. Одан сайын мен шіркін қатуланам. Біреулер қиялдайды, мұндай адам ешкімді сүйе алмайды. Өтірік өлең жазады талқысыған, қайдан ғана бұл сезім таныс болған. Түсініксіз қалпыммен байқұстарды ойларымен өздерін алыстатам. Біреудің жаны ашиды, ол ақын ғой өзгеше, дара сыйлы, ал ақындар сезеді барлығында, ақылды да болады, дана сиды. Жастар жара түспеген жанын әлі, түсінгендей жанымды табынады. Менің асқақ әм мұңды жырларымды іздеу хақ солардың сағынары. Мен кешпеген дүние жоқ екенін сезеді олар, сезеді бәрін бәрі. Мен солай көрінемін, жер секілді құбылтқан өмір өңіңін, міз бақпайтын адамдай жүре берем, күйіп жанып жатса да төңірегім. Білмейді жұрт, білмесін көңілемін, мен барлық балқылық нәзіктігім, сенің ғана алдыңда төгілерін. Тірі адам болғаннан кейін тіршілік бітпейді. Махаббат туралы өте көп жазғандары, құрметті көпшілік. Оларды айтпай-ақ қояйын, себебі өте көп. Совет үкіметі кезінде аттары жер шарын жаратындай белгілі ақындар ғой. Мен білмеген өлеңдермен ғана бөліскім келеді. Өзі жайлы тағы бір қысқа былай дейді. Жүреді біреу жақын кеп, сәлемдесуге бата алмай, мінез шәлкес ақын деп айтулы мен бір қаталдай дейді. Тағы да бір өлеңі айта берсем өте көп. Жыр жазу деген азап, от, әйел боп туған болмысқа, жаныңда титтей маза жоқ, жолыңда тайғақ, қол қысқа. Табиғатыңнан шыға алмай әйелдігіңе тұсалып, талантың арбап жыландай шағады сені құсағып. Көңілің өсер жоқ тағат, құштырар дауыл өртінде, әйелдік тағдыр ноқталап, сүйрейді болмыс төркінге. Жазмыштың әнін тыңдатқан балапан балғын балаң бар, күймесі жырдың бір жақтан қоңыраулатып тағы арбар. Екіұдай сезім шарқ ұрып, ғұмырың солай тынадау, бір өрттен қашсаң шарпылып, алдыңнан шығар бір алау. Азаппен атқан таң аз ба, жарқ етіп кейде жыр үміт, беттегім келмей қағазға, ас үйге кетем жүгіріп дейді. Іште жатқан арқыраған жырларды шығара алмай
қашады ау. Кейде өзімізді тыныштықты қалаймыз ғой. Сондай кездері бір жазылған тағы бір өлеңі бар екен. Жыр оқы деп қолқалап қоймадыңдар. Жарқылдауға шамам жоқ, бойда мұң бар. Мені құртпен тұтқаның үнімді емес. Жырларымды оқы да ойларымды ал, сонан соң ойланыңдар дейді. Қазіргі кездегі жігіттердің істеген қылығына қарап, шынында да майдаланып баратыр ма деп бір ойымды айтып едім. Сол сияқты өзінің өмір сүрген заманында да болған ау сондай жігіттер, жұмсақ мінезді деп жұмсартып айтып қояйын. Қыз сөзі деген өлеңі. Көміліп көк теңіздей мұңға жаным, бойымда кейде менің тулар ағын, сыйлаймын, сыйлымын сонда дағы өкінішті-ақ, өзімнің жігіт болып тумағаным. Қашанда намыссыздың кекпетеңі, пысықай балады оны шеттетеді. Жер шұқып інім кейде отырғанда, өзімнің жігіт болғым кеп кетеді. Жасықты қояды ердің бағын байлап, біразын шынықтырсау жалын қайдап, аузынан сөзі түскен жігіт үшін отырам намыс қысып, қаным қайнап. Ел десе өз басының жыры қалып, жүретін жігіт қайда нұры жарық, басыма өзім кигім кеп тұрады, қалпағын кейбіреудің жұлып алып. Көпір боп жалғасқанмен келешекке, жіңішке қыздың жолы не десек те, тумаппын жаман ер боп, тым құрыса, жүретін жайдақ мініп көкөзекке. Кейде ерде өз-өзін үміт солып, бір сүйген шуақтады бұғып тоңып, қыз болып туғанымда артық екен, жүргенше намысы жоқ жігіт болып дейді. Керемет, я? Тағы бірде жолығайық, себебі өлең көп. Депутат болып отырған кезінде билікке қарсы, билік жайлы, оған көңілі толмаған жайлы өлеңдерді тағы бірде сіздермен бөлісемін. Сау саламатта болыңыздар.